Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге осындай торттың бетіне живой гүлдерді, яғни тірі гүлдерді қалай орнатамыз, сол жайлы көрсетемін. Гүлдің сабағының суы тортқа шығып кетпес үшін және тазалықты сақтай отырып қалай орнатамыз, сол жайлы айтып беремін. Егер клиент торттың бетіне тек қана осындай живой гүлді орнатуды қаласа, ол заказдан отказ жасамай, міндетті түрде қалауы бойынша орындап береміз. Ең алдымен гүлдің ешқай жерін зақымдап алмай, аккуратно жуып шығамыз. Енді осы гүлдерді кесіп, пищевой пленканы алып, гүлдің сабағына сәйкес кесіп аламыз. Енді гүлдің сабағына ашық жер қалдырмай, нығыздап орап шығамыз. Енді бір әдісі, дүкендерде теп лента деген осындай лента түрі болады. Пищевой пленкамен ораған кезде, оның арасына ауа қалдырмай, нығыздап орауымыз қажет. Әйтпегенде гүлді торттың бетінен алған кезде ол нығыз кремнің арасында қалып қалуы мүмкін. Теп лентада кез келген жерде сатылады, оны да осылай нығыздап орап шығамыз. Осылай ораудың нәтижесінде біздің гүліміздің сабағының суы тортқа өтіп кетпейді. Енді гүлдің лепестоктары, жапырағы, яғни күлтелері кремге тиіп кетпес үшін осы сияқты пергамент қағазын алып, жеке-жеке дөңгелектеп әрбір гүлге орналастырып тесіп шығамыз. Пергамент қағазы торттың бетінен көрініп қалмас үшін гүлдің көлемінде етіп қиып шығамыз. Осымен гүлдеріміз дайын, яғни енді міндетті түрде торттың бетіне ары қарай орналастыра беруге болады. Енді гүлдің күлтелерін сындырып алмайтындай аккуратно торттың бетіне орналастырамыз. Тірі гүлдермен қатар мастикадан жасалған әдемі осындай гүлдерді торттың бетіне қойып, ары қарай әсемдеуге болады. Мастикаға арнайы форма қолданбай осындай әдемі гүлдер жасау, ол гүлдерді кондуринмен бояу тәсілдері алдағы уақыттарда осы каналыма шығатын болады. Сол себептен каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Кондуринмен біркелкі қалай бояу керек, оны суға езген дұрыс па, әлде май қосқан дұрыс па, барлығын алдағы уақытта салып отыратын боламын. Ұнаса комментарий қалдыр.